Азия даму банкымен Қызылорда Жезқазған жолын салу бойынша келісімге қол қоямыз. Ол келісім бойынша Азия даму банкі бізге 300 миллион доллар ақша бөліп жатыр Қазақстанға. Қандай шарттармен, қандай шарттары өте тиімді. 20 жылдан аса уақытта беріп жатыр. Өте ұзақ уақытта тиімді шарттармен. Льгот дейміз ғой, льготный условия, тиімді шарттармен. Сол менің ойымша өте жақсы инвестициялар, өйткені ешқашан Қызылорда мен Жезқазған арасында жол болған жоқ. Қазір енді жаңа облыс пайда болды. Сол екі араны қоссақ, бізде кейін бұларда экономиканың дамуына өте үлесін қосады, жақсы. Бұл жерде жүк айналымы көбейеді, адамдардың ары бары келіп тұруына, сауда жасауына жақсы қолайлы жағдай жасаймыз деп ойлаймын. Пайыздық мөлшерлемесі, артық төлемі қанша, оны құпия ма айта аласыз? Пайыздық мөлшерлемесі енді Азия даму банкі ол 3-4% арасында береді. Өте тиімді, ұзақ мерзімге, сондықтан бұлар енді біз үшін өте тиімді инвестиция деп санаймыз. Сондықтан осы Азия даму банкпен біздің серіктестігіміз 30 жыл болды болып жатқаны. Жаңа айтып өттік, осы 30 жыл болды деп. Сол бұдан әрде жаңағы біздің әріптестеріміз айтып отыр, Қазақстанға әрқашан қолдау көрсетеміз. Қазақстанның инфраструктурасын соңғы кездері енді барлық әлем жасыл энергетикаға көшіп жатыр. Сол жағынан да көмектесуге дайын. Қаржы ол жобаға қашан түседі? Келесі жылдан бастап? Қаржы келесі жылдан бастап құрылыс жұмыстары басталады.